Армысыздар қазақ елі, өздеріңіз жақсы білесіздер, осы әлеуметтік желіден және ақпарат құралдарынан барлықтарыңызда көріп біліп отырған шығарсыздар. Енді қазір Қазақстанда үлкен су тасқыны болып жатыр. 10 облыстан астам облыс суға кетті және қаншама қалалар бар, елді мекендер бар. Көптеген адамдарды эвакуация жасады. Соның ішінде Атырау облысында да жағдай өте қиын болды. Әсіресе Құлсарыда сенуден қалдық. Су басқан Құлсары халқы жергілікті билікке наразылығын білдірді. Ресми дерек бойынша Атырау облысы Жылой ауданы тасқын қаупіне байланысты 31 мыңнан астам адам эвакуацияланған. Аудан орталығы Құлсары қаласынан кейінгі 3 күнде 18 мыңнан астам адам қауіпсіз жерге көшірілген ресми ақпарат бойынша. Ал 6 сәуір күні Құлсарыдағы суға кеткен үйін көруге кеткен 2 азамат әлі оралмады. Осы суға кеткен үйдің жағдайын білеміз деп кетті. Содан кейін уже связға шықпағаннан кейін біз өзіміз іздеп бастадық. Өзіміз іздедік, телефон алмады. Содан кейін барып мен сразу МЧС-қа хабарластым. Бірақ сол күні 6 сәуір күні кешке дейін даже түнде де МЧС-тің адамдарының жерде болған жоқ, келген жоқ олар. Хотя заявка түсті, бірақ келген жоқ. Жоғалғаннан бастап 6 сәуір күні біз сразу МЧС, полиция барлығына хабарластық. Осы уақытқа дейін жұмыс баяу жүрді. Тек кеше Гүлмира ханым арқылы біз жоғарғы жақтарға шығып бастағаннан кейін МЧС жұмысын тереңдете бастады. Қазіргі таңда жұмыс жүріп жатыр, бірақ бізде ешқандай результат жоқ. Басталған күні мысалы уголовный розыскының жігіті келді қасымызға. Даныйын бәрін алды, местоположениені тауып берем деді. Біліп тұр, қайдан шыққанын бәрін біліп тұр, бірақ бізге оны бермей тұр. Қазіргі уақытқа дейін бермей тұр. Біз біле алмай тұр. Енді баршаңызға белгілі ғой, қазақтың тұрмыс тіршілігінің қандай деңгейде екендігін. Үй салса да несие алады, дүние жинаса да несие алады, яғни барлығы кредитке отырған. Осыған байланысты Құлсары қаласының тұрғындары өздерінің пікірін білдірді. Қазіргі жағдайда барлық әңгіме айтылып жатыр, бәрінде естіліп жатыр. Әкім де естіп жатыр, ешкім нақты жауап бермейді. Біздің ең жан айқайымыз жоғары жаққа билік арқылы жеткізу, үйімізді жөндеп берсін, суға кеткен, жөндеп берсін, енді жөндеп берсін деп талабымыз сол ғой енді біздің. Сен қашан ананы жасайсың, сен мына теңгеге жасайсың ба деген емес. Үйімізді жөндеп берсін, нақты талап. Несие, бүткіл Құлсары халқы несиемен тұр қазір, кредитпен. Кредитті 2 айға отсрочка 2 айға отсрочка деген сөз, 2 ай біз артығымен төлейміз, үстіне процент қосылады деген сөз. Ол коронавирустың кезінде де солай болды. 2 ай отсрочка емес, кредит кешірілсін, я болмаса үстіндегі проценті алынсын. Мына үйі суға кетіп жатқан халықтың. Неге кредитті айтпаймыз? Үйді кредитке салып отырық, дүнияны кредитке алып отырық. Бәріміз кредитте отырық. Сұраңыздар, бәрі кредитте отырық. Ал зейнеткер Құттыбай Айтешевтің айту бойынша осы су тасқынының кесірінен өзінің де ұлының да үйі суға кеткен. Енді ол күзде не боларын білмей дал болып отыр. Достық ықшам ауданында 176 үй, менің өзімнің үйімде, баламның үйі де суға кетті. Қазір ол жерлер 1,70 метр тереңдікте суда тұр үйлеріміз. Ананда дүния нелердігін ол бәрі кетті. Менің ойым талабым осы күзде үйіме кіре алам ба жоқ па? Егер мен күзде кіре алмасам, бала шағамды қайда паналатам? Балам манағы қасымда тұратын, ол бөлек тұратын еді, ол семьясын қайда паналатады? Құлсары қаласының қазіргі күйі осындай. Тасқыннан қатты зардап шеккен қада қалған тұрғындар суға кеткен үйлерін қарайлап жүр. Ресми мәлімет бойынша Құлсарыда 31 ықшам ауданның 10 шақтысын су басқан. 2810 үй су астында қалған. Мына көрсетілген видеолардың барлығынан халықтың қаншалықты наразы күйде екендігін анық байқауға болады. Енді жылда миллиардтаған қаржы бөлінген, бірақ ол қаржының қайда кеткендігін барлығын құзырлы органдар өздері тексеріп жатыр. Бұл жерде жергілікті биліктің жауапсыздығын халыққа жаны ашымайтындығын көруге болады. Енді қазіргі мына Тоқаевтың еститін үкіметі, жаңа Қазақстан бар, Бекенов басқарып отырған үкімет бар. Халықтың жағдайын 100% жасау керек, тез арада оңтайлы шешім қабылдау керек және несиелерін толықтай кешіру деп есептейміз. Дәл осы халықтың қазір олар жұмыссыз да қалды, бір жағынан үйсіз де қалды. Тіпті өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, енді жағдайларының қандай күйде екендігін. Осы орайда осы Қазақстан билігі қарапайым халықтың, азаматтардың несиесін кешіру керек. Су тасқынның астында қалған отбасылардың.